Аққа түскен дақ. Авторы Қабдеш Жұмаділов. Астанадан оқу жұмысын тексере шыққан Сәкен бұл ауданға кеше жеткен. Қонақ үйде жатып, жақсы тыныққан ол таңертең оқу бөліміне қарай бет алды. Селоның ортасын қақ жарып, жергілікті ел Лайбұлақ деп атайтын қара су ағып өтеді екен. Сәкен су жағасына келіп, өткелге оң аяғын сала берді де тұрып қалды. Дәл көпір түбінде бір топ бала ойнап жүр. Сырт киімдерін шешіп, жағаға үйіп қойған. Оралап, айғайласып, бір-біріне қап-қара батпақты лақтырсып жатты. Бұл неғылған бейсауат жүрген балалар деп ойлады ол. Бұл туралы да сөйлесу керек екен. Өкіл жігіт қалтасынан блокнотын алып, әлденені түртіп қойды да судан өтуге ыңғайланды. Солқылдаған тақтайдың үстімен аяғын санап басып, көпірдің ортасына таяғаны сол еді. Кенет екі жауырының арасынан бір шеңгел батпақ былш ете түсті. Түктің мәнісіне түсінбей, артына жалт қарап еді. Жаңағы балалар бір етіп ұша жөнелген торғайдай жан-жаққа безіп барады екен. Ызаға булыққан Сәкен ойланып жатпастан тұра ұмтылды. Селтиіп жағада қалған кішкене қыз қолын шошайтып, саған балшық лақтырған анау деп қоңыр көйлекті баланы нұсқады. Қашқындардың алды шолақ көшенің біріне ілініп көзден ғайып болды да, арт жақта бортаңдап жүгіре алмай қалған бірнешеуін Сәкен ұстап қалды. Айыпкер де қолға түскен екен. Басқалар оның ісін мойнына қойып берді де, тостағандарын бір-бір шайып ап жайына кетті. Маңдайында кішкентай кекілі бар қара домалақ бала жау қолында жалғыз қалып бара жатқанын байқап еңкілдеп қоя берді. Бір жағынан қарсылық көрсетіп, терекке жабысқан тоқылдауықтай Сәкенді түйгіштеп ұрып жүр. Сәкен оның екі білегінен қапсыра ұстап алды. Кімнің баласысың? Апамның баласымын. Үйің қай жерде? Міне мынау деп бала бұрышта тұрған шатырсыз үйді нұсқады. Апаң бар ма? Өліп қалған. Үйлеріңде енді кім бар? Мамам бар. Қалайда шешесімен сөйлесейін деп түйді. Сәкен баланы осылай бетімен қоя берген үшін ұялтуым керек. Сөйтіп ол қара домалақ баланы үйіне қарай алып жүрді. Бала да қияңқы екен, асау құлындай шыңғырып, бір рет Сәкеннің саусағын қыршып алды. Тек үйінің қасына келгенде ғана қарсыласуын қойды. Есіктің алдында Сәкен шешініп қарап еді. Ақ костюмның артқы өңірі оңбай бұлғаныпты. Іші өртеніп кетті. Костюмды білегіне іле салып, ашумен үйге кірді. Алдыңғы бөлмеге еніп, төргі үйдің есігін шертіп-шертіп қалды. Ар жағынан кіріңіз деген әйел даусы естілді. Үй иесі әйел осының алдында ғана бас жуып, енді тарануға отырса керек. Сәкен кіргенде тарқатылған дымқыл шашын төгілдіре терезе алдында тұр екен. Әйелдің көрікті ақша жүзін көмкерген қара шашы толқынданып, құс қанатындай екі иығын жауып тұр. Жігіттің көзі кенет әйел көзімен түйісе кетті. Түйілісті де тайқып шықты. Неге екені белгісіз, жүрегі қысылғандай болып, маңдайынан суық тер бұрқ етті. Есіктен шыға жөнелсем бе екен дегендей оқталып еді, бірақ екі аяғы өзіне бойсұнбады. Осы қалде тұра беру ыңғайсыз болды да. Сәлематсың ба Қадиша, деді өзін өзі зорлап. Әйел үн қатқан жоқ. Өңі қашып, орнынан сәл шегініп кетті. Оң қолымен түймесі ағытылған ашық омырауын қымқыра ұстаған күйі, көз шарасы үлкейіп, тас мүсіндей қимылсыз тұр. Неге шошыдың Қадиша? Күтпеген шығарсың. Осы сөз Қадишаға жан бітіргендей болды. Дірілдеген қолдарымен асығыс жағасын түймеледі. Бағана сырттан қашып кірген бетінде көйлегіне оралып, тығылып тұрған баланы қолмен сырып, төргі үйге қарай жіберді де, өзі бұрыштағы орындыққа сылқ етіп отыра кетті. Бұл кезде Сәкен есін жинап алып еді. Ешкім отыр демесе де, әйел алдындағы еркекке ғана тән батылдықпен диванға барып жайғасты. Бөлме іші тым-тырыс, жігіт темекі тұтатты. Қадишаға жайлап көз тастады. Оның мөлідей қара шашына, ақша бетіне, толық кеудесіне,
аппақ жұмыр балтырына қарап өтті. Шашын жайып отырған қазіргі қалпында мына әйел шынында сұлу еді. Бір қырын отырған күйі аппақ саусақтарын тез-тез қимылдатып, салалы тоқ бұрымдарын өре берді. Кірпік қақпай бір ноқатқа қадалып қалған. Осы сәтте не болар екен дегендей, бағанадан төргі үйдің есігінен сығалап тұрған қара домалақ өзі жайлы ештеме айтылмаған соң жылыстап сыртқа қарай зытуға айналды. «Қайда барасың, Қанат?» деп қалды Қадиша ашулы дауыспен. «Ойнаймын, тез кел, мен жұмысқа кетемін». Қанат басын бір шұлғып тастап, сондағы қиратқаның осы ма дегендей Сәкенге тұмсығын шүйірді де есіктен ата жөнелді. «Тәңірім-ай», деп ойлады Сәкен, жаны түршігіп. Мынау сол баяғы баланың өзі болмаса не қылсын, түр тұлғасы да маған келіңкірейді өзінің. Сұмдық-ай, туған баласымен адам деген осылай да кездеседі екен ғой. Барқаны басына теуіп, жігіттің жүзі өртеніп кетті. Кеш батуға айналған, батыстауға иек артқан күн жер бетіне қызғылт сәуле төгеді. Үй іші алакөлеңке, терезеден қиғаш түскен күн нұрынан қабырғаларда соңғы сағым ойнайды. Сәкен қонақ үйдегі нөмірінде шалқасынан түсіп жатыр. Екі қолын желкесіне қойып, бір ноқаттан көзін алмайды. 30 жасқа келгенше ой тереңіне дәл осылай бойлаған еместі. Кешеден бері қарбалас қызмет бабында жүрсе де, кешегі бір оқиға көз алдында көлбеңдеп тұрып алды. Осының өзі о баста неден басталып еді? Ол кезде Сәкен университеттің 3-ші курсында оқып жүрген. Бір жылы қысқы каникулда ауылға келді. Үйі совхоз орталығынан 5 шақырымдай жердегі фермада тұратын. Автобуспен орталыққа кештетіп жетті де фермаға баратын көлік іздеді. Дәл осы сәтте уәделескендей мектепке фермадағы оқушыларды таситын пар атты шана келе қалды. Оқушылармен бірге шанаға бұлда отырған ұлы қызы аралас көп баланың ішінен сонда Сәкеннің көзі осы Қадишаға түсті. Осыдан аз жыл бұрын бұрымы селтеңдеген кішкене қыз еді, лезде қалай бойжетіп үлгерген. Жас қыз Сәкеннің назарын аударып ақ әкетті. Студент жігітке ол да қыз көзімен қылмия қарағандай болды. Жол бойы шана үстінде бұлар оқушылармен қосылып, көп ән шырқасты. Екеуі тіл қатысқан жоқ, бірақ бәрі де түсінікті болатын. Оқта-текте қия жолда шана ауытқып кеткен шақта Қадиша сықылықтай күліп, неге екені белгісіз Сәкеннің құшағына әлсін-әлсін құлай берген. Сол бір жарық айлы кеш Сәкеннің көз алдында толықсып тұра қалды. Аязды түнде қас кірпігіне қырау тұрып, олжыған өңі алабұртып жайнай түскен жас Қадиша сол шақта қандай сұлу еді. Осы жолы Сәкен ауылда 10 шақты күн демалды. Ойын тойда, кино мен биде Қадишамен әлденеше рет бірге болып, ықыласы ауып, әбден танысып қайтты. Алматыға келген соң да Қадишамен хат жазысып тұрды. Сол жылдың жазында Сәкен тағы да демалысқа келген. Ауылға жеткенше асығып, қатты сабырсызданғаны есінде. Бұл келгенде Қадишалар мектеп бітіріп, аттестаттарын алып, ауылда жүрген еді. Сәкенді гүлдей жайнап күлімдеп қарсы алды. Сол өткен жаздағы жарқын кештерді ойласа, бүгінге дейін Сәкеннің өзеген бір ыстық ағын жарып өтеді. Сондағы ауыл жастары қандай сауықшыл, кеш батып, қас қарайысымен қыз жігіттер топ-топ болып, клубқа қарай ағылатын. Жастар гармондатып ән шырқайды, би билейді. Не болмаса, ауыл сыртындағы көк майсаға құрып тастаған алтыбақанда тербеліп, жалындаған жас жүрекке бір аужал қанағат іздейді. Түн ортасына дейін, кейде бөдене шақырып, торғай шырылдағанға дейін сауық сайран салқын тартпайды. Осындай кештерде Сәкен үнемі Қадиша қасында болды. Екеуі жұбын жазбай, алтыбақанда отырып тербелгенде, өзіне қараған Қадиша көзінен жарқылдаған бір от көруші еді. Кейде бұлар жұрттан оңаша шығып, аяққа оралып ойнаған көк шалғынды жара бел асып кететін. Сондай шақтарда Қадиша мұның мойнынан қатты құшып тұрып,
Сәкен, сіз мені ұмытпайсыз ба деуші еді. Сен сияқты періштені ұмытуға бола ма екен дейтін жігіт ойланбастан, және сол сөзін дәлелдеген адамша бүлдіргендей олжыған ерінен тоймай сүйе беретін. Иә, ол күндері бұл екеуі өз қылықтары үшін ешкімге есеп беріп көрген емес. Бастықпаған асау жастық шақ нені бұйырса, соны орындаған. Бұлар үшін сол сәттерде тек махаббат қана жер дүниені жеке билеп тұрғандай болатын. Сонан кейін не болды? Жазғы демалысын аяқтап, Сәкен Алматыға аттанды. Келесі жылға дейін деп Қадишамен қош айтысты. Туған ауылға, құрбы қыздарға, қыз ойнақ қырларға жалтақ-жалтақ қарап кете барды. Алматыға барған соң Қадишаға үзбей хат жазып тұрды. Мені күт, келер жылы Алматыға ертіп кетем, оқисың деп қыз көңілін жұбатты. Содан кейін не болды? Сол жылы қыста ол ауылға қайтпады. Жаңа жыл кешінде тағы бір жарық айлы түнде басқа қызбен табысты. Осының артынан іле-шала Қадишадан хат келді. Сүйікті Сәкеніне бар сырын ақтара келіп, өзінің ауыр аяқ екенін жазыпты. Ақырында қысқы демалысында келіп қайт, өзің душар еткен ұяттан мені арашалап ал деп тілек етіпті. Бірақ бұл хатқа Сәкен жауап жазбады. Бір-екі күн толқып ойланып жүрді де, қызбен кім жүрмейді, жұғысып кетсең-ақ алуың керек пе екен, оқымаған балалы әйелге шырмалып қайтем деп өзінше бір бәтуа тапты. Бұдан кейін келген екінші хатта, күнім таяу, бар сенерім сүйенішім өзіңсің, ауылға келіп, балаңның атын өзің қойып кет деп жазыпты Қадиша. Сәкен бұл хатты да жауапсыз қалдырды. Жан көзіне түсірмей жасырын оқыды да, Қадишадан келген барлық хатты өртеп жіберді. Төсекте жатқан Сәкеннің ойы осы араға келгенде тынысы тарылып, сүйретіліп орнынан әрең тұрды. Маңдайынан бұршақтаған терді сүртті. Алқынып барып, графиннен су құйып ішті. Сонан соң сүлдесін сүйрете орындыққа барып отырды. Ой ұшығынан айырылған жоқ. Сонан кейін не болып еді? Содан қайтып, Қадишадан хабар болмай кетті-ау. Талайға дейін Сәкеннің жүрегі жұдырықтай боп жүрді. Деканат немесе комсомол комитеті шақырады десе селк ете түсетінді. Бірақ түбі қайырлы болып, шошыған жүрек орнықты. Жабулы қазан, жабулы күйінде қала берді. Бұдан соң ол жарасының аузына тиетіндей Қадиша туралы ойламауға тырысты. Келер жазда ауылға барғанда Қадиша шешесі мен жас баласын алып, басқа жаққа көшіп кеткенін естіді. Қайда баратынын айтпастан бір түнде ғайып болған. Келген күннің ертеңіне оңаша шақырып алып, әкесінің былай дегені бар. Балам деп бастаған әкесі ашуланғандағы әдетімен мұртын тістелеп отырып, осында сен туралы өсек тарап жүр. Қадиша қолда өскен бала еді. Шешесі байғұс заманнан бергі көршіміз болатын. Күйеуі соғыста өліп қалғанда жалғыз қызын аузына тістеп жүріп өсірген. Егер сол бейбақтарды сенің қор еткенің рас болса, менен тумай кет. Лайым екі дүниеде оңамын деп ойлама деп зекіп, ұрса отырып, егерде сондай бір ақымақтық іс өткені рас болса, Қадишаны көшіріп әкеліп, қолымызға келін қып түсірейік деп ауыр салмақ салған. Алайда Сәкен ақпында саумын деп ант су ішіп, екі қолын төбесіне қойды. Әке алдында мойындамай кетті. Келесі жылы оқуын бітіріп Алматыда қызметте қалды. Үйленді. 3-4 жылдай семьялы өмір кешті. Бірақ бұл өмірдің өзі соншалық ғажайып шеберлікпен қиюластырылған ғой. Сәкен Қадишаға қандай сыбаға көрсетсе, алған әйелі Сәкенге одан 2 есе асып түсетін сый табақ тартты. Ақыры екеуі айырылысып тынған. Қазір ол әйел де Алматыда, көшеде, театрда кезігіп те қалады. Кезіккенде жай бір таныс адамдардай бас изесіп өте шығысады. Сәкен өз өмірінің түпкір-түпкірін түгел шолып шықты. Қараңғы көкірегіне бір жарық сәуле түскендей болды. Өмірінің баяғы парағы шанадан басталған жалғыз аяқ соқпағын нақ бір із кесер аңшыдай қуып келіп, өзін осы қонақ үйге әкеліп індетті.
осының бәрін істеген шынымен мен бе деп ойлады ол. Сірә ақыл есім дұрыс болмаған шығар. Неткен өзімшілдік, қандай зұлымдық еді. Осыдан кейін ол кешегі өз ұлымен ұшырасқан оқиғаны есіне алды. Иә, сәби жүрегі шынында бірдемені сезген ғой. Қасына өтіп бара жатқан опасыз әкені танып, әдейі тас атқан шығар. Өзінің кішкентай жүрегі қандай шерлі. Сол балалар есейгенде не ойлайды екен? Адамға сене ала ма енді олар? Сенбесе, сөгесің бе? Осыны ойлағанда Сәкеннің жақ еттері бұлтылдап, тістері шықыр-шықыр етті. Не істеу керек? Ақ костюмге жұққан дақты жуып кетіруге болар деді ол өзіне өзі. Ал арыңа жұққан кірден тазару оңайға түспес. Менің алдымда бір ғана жол жатыр. Қазір барамда Қадишаға бәрін жайып салам. Мені ая, күнәмді жууға мұрсат бер. Ұлым мен екеумізді жат адамда екі жаққа тентіретпе деп жалынам. Бірақ соның көңілінде саған деген сенім жұрнағы қалды ма екен? Кеше ғана бір жылы сөз ести алмай қайтпап пең деп үн қатты, көңіл түкпірінен бір сыншыл ой. Жоқ, сенеді ол, сендірем. Сол сенімге қол жеткізу үшін қалған өмірімді арнаймын деп Сәкен ойы өктеп кетті. Көнсе, осы жолы Алматыға екеуінде алып кетем. Қанаттың тәрбиесін өз қолыма алам. Егер бұл жерден кеткісі келмесе, қызметімді ауыстырып өзім келем. Сендірем Қадишаны, ісіммен, ендігі қалған өміріммен сендірем. Сәкен орнынан ұшып тұрып, тез жинала бастады. Асыққаны сонша костюмінің бір жеңін сыртқа шыға бере киді. Бұл кезде күн батып кеткенімен қызыл шапақ әлі тарай қоймаған. Сол шапақты жамылып, ол Қадишаның үйіне қарай батыл адымдап жүріп кетті.